Ассалаумағалейкум, құрметті телекөрермен, эфирде Иман нұры бағдарламасы. Бүгінгі тақырыбымыз тағдыр. Жалпы дінімізде тағдыр дегеніміз не? Тағдырға әсер етуге бола ма? Қателіктер мен күнәлістер де тағдырға жата ма? Бүгін осы тақырып төңірегінде сөйлесетін боламыз, ал біздің сауалдарымызға жауап беретін Павлодар қаласы Абубакр Садық мешітінің имамы Абдусамат Айтқазыұлы. Абдусамат аға, бағдарламамызға қош келдіңіз. Бірінші сауалым болмақ, жалпы тағдыр дегеніміз не, соған тоқталып өтсеңіз. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алла тағаланың сәлемі рахым болсын. Енді иманның шарттарының біреуі тағдыр деген. Тағдырға иман келтіру, яғни иманда 7 шарт бар. Сол 7 шарттың барлығына иман келтірмесе, адам толық иман келтірмеген болмайды. Соның ең соңғысы әлбетте тағдырға иман келтіру. Тағдыр дегеніміз, яғни жақсылық пен жамандықтың Алладан болуына. Яғни жақсылықта адамның өмірінде сәтсіздікте, сәттілікте барлығы Алладан екеніне адам толығымен шексіз иман келтіру, яғни ешқандай шәк келтірмей. Адамның өміріндегі жақсылығы да, жамандығы да барлығы Алла Тағаланың адам баласына жазып қойған жазу. Адам соны жасайды. Мысалы қарасаңыз, адам тағдырдан жазып қойған нәрседен ешкім қашып құтыла алмайды. Соның ішінде мысалы ажал. Ажалды ол да бізге жазып қойған тағдыр. Дүниеге келгеннен кейін адам баласы әлбетте анасының жатырында жаратылып жатқан кезде Алла оның тағдырын жазып қояды. Сондықтан адам баласы бақытты ма, бақытсыз ба, сәттілік пе, сәтсіздік пе, жақсы ма, жаман ба, осының барлығы адамның өмірінде болатын жайттар. Оның барлығынан Алла Тағала жақсы хабарда. Құранда Алла Тағала бір аятта былай дейді: жер мен аспанның ортасындағы бүкіл иеліктің барлығынан Алла Тағала хабардар дейді. Яғни барлық нәрсе Алла Тағаладан еш нәрсе жасырылмайды. Барлық нәрсе адам баласының жаңағы өміріндегі болған жағдайдың барлығы ертең амал дәптеріне жазылатын нәрсе. Бұның барлығына Алла Тағала бізден жақсы хабардар. Сол себептен бұның барлығы адам баласына ертең тағдыр дәптері деп қияметте бізге, яғни Алла бізге жаңағы қолымызға ұстататын, осыдан есеп береміз. Жалпы тағдырға сену деп жатсыз ғой, енді бұл шарттарының бірі деп жатсыз. Тағдырға сену қалай көрініс табады? Адамның бойына немен көрінеді? Неден байқалады тағдырға сену? Немесе қалай? Қараңыз, адам баласының тағдырдың екі бөлігі бар. Бірінші жаңағы өткенге өкінбеу. Өткен ісіңізде мысалы бір сәтсіздік болды, адам сол сәтсіздікті соны неге істедім деп адам өкінеді. Бірақ ол сіздің тағдырыңыз, ол өткенде жасалды. Мысалы адам қателесті өмірде. Қателесті, бірақ өкініп соған уайымдап не қылды. Бірақ ол тағдыр сол болу керек болды. Сол болды, бірақ оған өкінбеу керек. Өткен істі айтады қазақ, қайтып әкелмейміз, орнына қойылмаймыз. Бірақ адам баласы яғни болашаққа да уайымдамаңыз. Болашағыңызда Алла Тағаланың қолында. Сол себептен біз болашақтағы болатын ісімізді сәтті болу үшін әрқашанда Алламен байланыста болуымыз керек. Мысалы адам баласы Алламен байланыста болса, құлшылықта: ей Алла, мен тағдырымды, болашақтағы тағдырымды бір сәтсіздікке қыла көрме. Ей Алла, мен тағдырымды жақсылардан, ізгілерден қыл деп дуа қылсақ, иншалла тағдырды өзгертетін де Алла. Бірақ оны біз өзгерте алмаймыз. Сондықтан адам баласы сол жаңағы өткенге өкінбеуіміз керек, ал болашақтағы оған уайымдап басымызды қатырмауымыз керек. Ол Алланың құзырындағы нәрсе. Яғни тағдырға сену осы екі көріністен орын алады дегенше, өткенге өкінбеу, болашақты уайымдамау. Енді жалпы кез келген нәрсені, адамның өмірінде болып жатқан кез келген дүниені тағдырға итере салуға бола ма, әлде адамның қолында болатын, шешім қабылдайтын дүниелер, адамның қолында болатын нәрселер де бола ма? Бірақ әлбетте адам баласы барлық нәрсе Алланың иелігінде ғой. Бірақ адам баласы өзінің кейде қасақана өмірін өзі сол нәрсеге алып барып, бұның бәрі мен тағдырым екен деп өзің істеген өзі тағдыр деп мойындайтын болса, әлбетте ол тағдырға жазылады. Бірақ адам баласы сол өзісіне өзі ертең сол тағдырын өзі солай жасаған үшін де Аллаға жауап береді.
сондықтан әлбетте барлық нәрсені мынау тағдыр екен деп, Құдайдың тағдыры екен деп, мен оны тағдыр екен деп барлығын жаңағы әдейі қасақана жасауға болмайды. Адам болашақтағы жасайтын амалын ізге жақсы жаңағы қағаздың беті аппақ сияқты, солай сияқты болашақта бір қателесіп таңдайымызға бір нәрсе тиді ма, енді болашақтағы нәрсені біз не жақсы ізге амалмен бастасақ, иншалла артын Алла Тағала қайырлы біледі. Ал енді сол баяғы жартасқы өзіміздің тағдырымызды өзгертпейтін болсақ, өзіміз тәрбиелемейтін болсақ, мысалы Рамазан айы не үшін берді? Алла Тағала бізге Рамазан айы адам өзінің тағдырын тәрбиелеу үшін, нәпсісін тәрбиелеп, болашақтағы тағдырын жақсы ізге амалмен бастау. Бұлар жаңағыдай тек қана Рамазан айында ғана жасап жақсылықта, ал енді басқа айда ол баяғы өзінің жаман амалын жасасын деген нәрсе емес ол. Адам баласы Рамазан айында өзінің тәрбиелеп шығып, қандай жақсылықты көрді Рамазан айында, қандай бір жаңағы құндылықтарды көрді Рамазан айының қасиеттілігін, сол құндылықтарды пайдалана отырып өзінің тағдырын адам баласы жақсылыққа тәрбиелеп, жақсылыққа қарай адам жылжыса, иншалла бұл болашақта тағдырда бұның ізгі амалдардан істегендердің қатарынан болады. Ал енді жаңағыдай адам баласы Рамазан айы, пайғамбарымыздың хадисі бар ғой, Рамазан айы келіп тұрып, Рамазан айының қасиеттігін жаңағы түсіне алмаған адам, ораза ұстамай Алланың мейірімінен алыстаған адам, не дейді, Жебірейіл періштелі хадис бар ғой, жер үстінде деп, яғни бетімен жер үстінде, сонда пайғамбар мен әмин деп айттым дейді. Сондықтан Рамазан айының қасиеттілігі сол адам баласы ол тәрбие айы, өзімізді тәрбиелеп, болашақтағы тағдырымызды осы Рамазан айы арқылы адам баласы өзін өзгерте алады. Немен? Құлшылықпен, Алламен байланыста болып. Алламен байланыста болған адам, Алла иншалла оның болашақтағы тағдырын өзгертеді. Себебі біз болашақта не болатынын білмейміз ғой. Тағдырымыздың қандай екенін білмейміз. Бірақ өткен нәрсені уже білдік пе, таңдайымызға тиді, оған өкінбей, болашақтағымызды ізгілерден қыла көрейік, Алла менің қателігімді кешіре көр деп, Құдайдан әрқашанда истиғфар қылып кешірім сұраса, Алла оның тағдырын иншалла жақсылардан ізгілерден қылып жазады. Сондықтан әлгі пайғамбарымыздың бір хадисі бар ғой, адам баласы мұсылман болып туып дейді, мұсылман болып өмір сүріп, мұсылман болып өледі дейді. Бір несі дейді, бір түрі дейді. Екінші дейді, мұсылман болып дүниеге келіп, яғни күпірлік қылып жасап, өлерінде мұсылман болып өледі дейді. Біреулер бар дейді, жаңағы мұсылман болып өмір сүріп, мұсылман болып дүниеге келіп, мұсылман болып өмір сүріп, ақырында өлді күпірлікпен өлетіндер болады дейді. Сол ең жаман сол күпірлікпен өлу. Сондықтан өзіміздің ақырғы соңғы демімізде Құдай сақтасын, Құдайға күпірлік қылмауымыз керек. Сол себептен жаңағы сол тағдырымызды күпірліктерден емес, жаңағы сол Аллаға иман келтірген құлдардың қатарынан қыл деп, Рамазан айында жақсы ізге дұғалар қылатын болсақ, иншалла сол дұғаның шарапатымен Алла өзіміздің болашақтағы біздің тағдырымызды Алла Тағала өзі қалағандай қылып қояды. Ал енді адам өзінің тағдырын өзгертпесе, өзі тәрбиелемесе, ол ертең жағдайы қиын болады да. Себебі не? Жаңа айттық қой, тағдырдың ішінде ең өзгермейтін нәрсе ол өлім. Бәрі алдымызда өлім ғана күтіп тұр. Сол өлімнен кейін бізге Алланың алдында не? Есеп сұрақ бар. Сол күннен қорқуымыз керек біз. Жақсы, рахмет. Енді өзіңіз жаңа шет жағалай түсіндіріп айтып кеттіңіз. Дегенмен де нақтылап сұрағым келіп отыр. Енді адам өмірінде күнә жасайды, қателік жасайды, кейбір жаңағындай тура жолдан адасып кететіндер бар, ішімдікке салынады, құмар ойынға салынып кететіндер бар. Солардың өзі де кейде мысалы менің тағдырым сондай шығар, немесе сыртынан айтамыз, оның тағдыры сондай шығар деп жатамыз. Жалпы сондай дүниелерді тағдырға итере салуға бола ма, әлде дегенмен де ол тағдыр емес па? Істелініп қойған нәрсе ол тағдыр, істелініп қойған нәрсе ол тағдыр. Сіз білдіңіз, қателестіңіз, күнә істеп қойдыңыз, тағдыр. Бірақ болашақтағы сіздің неңізге тағдырыңыз бұл нәрсені қайталамас үшін, сіздің ұрпағыңыз қайталамас үшін, сіздің тағдырыңыз ертең ұрпақтарыңызға кесір тиіп үшін адам не қылу, болашақтағы несін түзеуге тырысуымыз керек. Себебіне бәрін әлбетте жаңа айтып қой, істеліп қойған нәрсе ол тағдыр. Ол себебіне адам баласы адаспай, таңдайына бірдеңе тимей, өмірді түсінбейді адам. Мүмкін Алла оны өмірді түсіну үшін сол бір жамандыққа барды ол. Бірақ кейде соңын Алла оған тәубе қылсын деп бір мүмкіндік берді. Тәубе қылып күнәсінің кешірілуін.
бірақ ол сол нәрсені пайдаланбаса, адам түсінбесе, адам баласына ақыл не үшін берді? Алланың сынағынан түсінікпен барып өзін түзеу үшін. Адам сол ақылды пайдалана білу керек. Маған осы нәрсе тағдыр жазылды ма, бірақ енді осы тағдырды мен болашақта бұл қайталамауым керек. Бұл нәрсе маған, менің өміріме зиян әкелді. Мен бұл таңдайыма маған тиді, енді мен бұл қайтып нәрсені істемеймін деп. Мысалы, кейбір адамдар болады ғой, қиыншылыққа түсіп қалған кезде Құдайға жақындап, Алла, мен егер осы қиыншылықтан шықсам, сен үшін намаз оқимын, саған ораза ұстаймын деп адам уәде береді. Бірақ ана қиыншылықтан құтылғаннан кейін адам не қылады? Жаңағы бір жақсылық келсе, сол қуанғаннан адам соны ұмытады да, Аллаға берген уәдесін орындамай қоятындар бар. Сондықтан бұл адам баласы сол өзінің басына келген қиыншылықты түсіне білуіміз керек та, Құдайға берген уәдеңізді естен шығармаңыз, себебі ертең бәріміз Алланың алдына барамыз. Бұл нәрсе жазылып болған тағдыр. Бірақ біздің қанша өмір сүретінімізді, дүниеде қанша жасайтын тағдырымыз ол Алла ғана біледі. Себебі ажалдың уақытын, сағатын Алла жасырып қойған бізден. Сол себептен біз әлбетте жаңағы сіз айтқандай адам күнә жасайды, біреуді ғайбаттайды, біреуді өсектейді. Бұның барлығы әлбетте бұл жаңағы өсектеп айтып болғаннан кейін ол тағдыр дәптеріне жазылды ол уже. Ол жазылған нәрсе. Бірақ осының бәрі мен тағдырым екен, мен енді осылай жүре берейін деген нәрсе бұл, адам өзін өзгерту керек. Әлбетте мен бұл нәрсені қайталамайын деген нәрсе адамда санасында болды. Сол үшін Алла не қылды? Адам бұл дүниені сынақ қылды. Адамды сынақтан салалап өткізбейінше адам өмірді түсінбейтін адамдар бар. Сондықтан жаңағы өмірді түсіну үшін Алла оның тағдырына бірінші не жамандық жазып қойды. Жамандықты. Осы істейді адам, кейбір адамдар бар, мысалы өмір бойы күнә жасайды, ішеді, барлық нәрсені жасайды, кейін бір күні маңдайына сат етіп тиген уақытта тәубесіне келіп адам Аллаға жығылады. Сондай адамдар бар, Құдайға шүкір, бұрын істеген жамандықтарына өкініп, намазға келіп, ораза ұстап, қазір мешіттен шықпай тәубесіне келіп, өзінің тағдырын солай неғып жатыр, Аллаға тапсырып, Алла, мені болашақтағы тағдырымды өлер шағымда мені иманмен кету үшін, Алла, мені жаңағы осы тағдырымды осындай жақсылардан қыла көр деп тәубесіне келген адамды Алла осылай өзгертеді. Ал адам өзінің тағдырын жаңағыдай бұрынғы баяғы жатаспен қатып қалатын болса, ол әлбетте Алла сақтасын, ертең дүниеден имансыз кетуі мүмкін. Сондықтан ең жаман нәрсе тағдырыңыздың соңы, ертең ақыры. Ол адам имансыз кетпеу керек. Сол үшін бізге Алла дүниені сынақ қылып берген. Сол сынақты біз түсіне білу керек та. Бізге сол үшін Алла сана берді, ақыл берді. Біз Рамазан айының соңғы 10 күнінде отырмыз. Осы 10 күнде қасиетті Қадір түні бар. Көбінесе енді айтып жатамыз, Қадір түнінде Аллах Тағала адамның бір жылдық тағдыры жазылады деп. Сол Қадір түні адам тағдырына қаншалықты әсер етуі мүмкін, және адам шынымен де сол Қадір түнінде белгілі бір дұғалармен өзінің тағдырына өзгеріс енгізе алады ма? Әлбетте, дұғамен, құлшылықпен адам өзінің тағдырына өзгеріс енгізеді. Құдайдан есебіне Алла Тағала неге Құранда менен сұраңдар, сұраған нәрсенің пендесіне Алла қайтармайды. Жайған қолды Алла Тағала қайтаруға мен ұяламын дейді. Сол себептен Алла Тағаладан сұраған пенде, Алладан истиғфар етіп күнәсінің кешірілуіне тәубе еткен пенденің әлбетте Алла Тағала тағдырын өзгертіп қояды. Ал егер жаңағыдай адам сол Қадір түнінің қасиетін түсінбей, жаңағыдай маған бере ме бермей, адам өзі бір затты көзімен көрмейінше сенбейді ғой. Сол сияқты Алла Тағаланың бізге дүниеде азыр 100 дидарын көрмесек те біз Құдайға сенеміз, иман келтіреміз. 100 дидарын көрмейтін кейбір адамдар күмәнмен қарайды. Алла бар ма, жоқ па, дұғалайын ба, қылмайын ба, жаңағы Қадір түнінде ұйықтап жата беретін, сасып жаңағы нас басып жататын адамдар бар. Ол адамның тағдыры олай өзгермейді. Ал енді адам өзі айтып отырмын, таңдайға тиген, өмірдің бір қиыншылығын көрген адам, жаңағы Құдайға жақындайын, қойын, менің енді бұл қалған өмірімді өзім азап қылмайын, өзім қиянат жасамайын деген адамда бір санасында бұл жақсы жоспар болу керек. Болашақтағы жоспар не? Алла, мені осы Қадір түнінің шарапатымен менің күнәларымды кешіріп, менің алдағы тағдырымды ізге істейтін амалдардан, ізге амал істегендердің қатарынан қыла көр деп дұға қылатын болса, әлбетте менің құлшылығымды қабыл болған құлшылықтардан, менің оразамды қабыл болған оразалардан қыл деп
дұға алатын болса, иншалла Алла тағала оның жаңағы амал дәптеріне сол істейді, жақсылықты істейді деп. Адамның ниеті, қараңызшы, исламда не? Адамның ниеті жақсылыққа бұрса, соны істемесе де Алла істе деп жазып қояды. Мысалы, адам бірасы жоспар құрды. Мен ораза ұстаймын деп, мысалы, оразаға жете алмай өліп кететін болса, Алла тағала ұстады деп жазады. Сол сияқты мен Алла тағалаға тәубе етемін деп ниет қылды, бірақ сол тәубе қылатын намазға жете алмай өліп кететін болса, Алла оны тәубе қылғандардың қатарынан қылып жазады. Алла сондай мейірімді. Сондықтан біз сол Алланың мейірімінен өзіміз қашпауымыз керек. Сондықтан жаңағы қадір түнінде Алла мейірімін төгіп өзінің періштелерін адамның тағдырына жазыңдар. Кім дұға қылды, кімнің жаңағы тәубесі, соның бәрін қабыл етіңдер деп періштелерге әмір бұйрық беретін түн ол. Сондықтан осы қадір түнінде соңғы Рамазанның 10 күнін сол үшін халыққа біз айтамыз, бір күнін босқа кетірмеңіз. Ол қасиеттілікті адам ертең ана қара жердің астына барғанда өкініш болады. Өкініштің бар жерде болады. Сондықтан біз айтар ғой, адам бір-ақ рет өмір берді ме, өкінбейтіндей жақсы ізгі амалмен өмір сүретін болсақ, иншалла амал дәптерінде ертең қияметте оң жағынан берілетін ізгі салих құлдарының қатарынан қылуға Алла бізді нәсіп етсін. Біздің сауалдарымызға осылай тұшымды, толыққанды жауап бергеніңіз үшін сізге Алла разы болсын. Ал құрметті телекөрермендер, біз сіздермен бағдарламаның келесі шығарылымына дейін қоштасамыз. Сұхбатты жүргізген Роза Жомартқызы. Келесі көріскенше аман сау болайық.